Көшпенділер әлемінің символы. Дала халқын біріктіретін спорт. Желмен туған. Мир вашему дому. Қайырлы күн, көшпенділер әлемінің символы қозғалыс. Көшпенділер өмірді аспаннан бастау алатын өзен ретінде елестеткен. Тәңіршілдік кезінде осындай наным сенім қалыптасты. Ал жерде көшпелі халықтың нағыз досы әрине тұлпар еді. Бұл достықтың арқасында қандай спорт түрлерінің пайда болғанын бүгінгі шығарылымымыздан біле аласыздар. Эфирде этноспорт бағдарламасы. Смотрите в программе «Этноспорт». Белгілі қазақстандық ғалым Виктор Зайберт ерекше жаңалық ашқан болатын. Ол жылқы 6000 жыл бұрын қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгендігін дәлелдеді. Сол кезден бастап арғымақтар көшпелі өмірдің қызығы мен шыжығын адаммен бірге көрді десе де болады. Бұл бағдарламамызда жылқының адамның нағыз досы мен адал серігіне қалай айналғандығы жайлы айтатын боламыз. Оның арқасында көшпенділер өркениетінің қалай дамығандығына тоқталамыз. Қазірде ұлттық спорт түрлерін жүйрік, алғыр аттарсыз елестету мүмкін емес. Бұл да көшпенділер мәдениетінің көрінісі, ежелден қалыптасқан дәстүр. Көшпенділер бір жастан бастап жылқыны өздерінің болашақ сәйгүліктер ретінде дайындай бастаған. Мұны көрген саяхатшылар түсінбесе керек, өйткені олар бұл жылқыға күш жинауға мүмкіндік бермейді деп санады. Алайда шын мәнінде жас кезінен мұндай жаттығуларға үйренген тұлпар әлдеқайда төзімді бола түседі. Мейлінше ұзақ қашықтықты өте алады. Көшпенділерді атсыз елестету мүмкін емес, бірақ наматты атсыз елестету қалай қиын болса, аттар туралы бағдарламаның да жарыс жайлы айтпай толық болмасы анық. Біз оны бір сөзбен бәйге дейміз. 1 және 10 шақырым болатын дәстүрлі жарыстарға қарағанда аламан бәйгенің ұзындығы 15, 25 және 51 шақырымға дейін жетеді. Кезінде аттар мәреге жақындай түскен кезде көрермендер қатысушыларды қолдау көрсету үшін ұрандаған болатын. Біздің жолымыз болды. Аттардың алдын ала жарысатын аламан бәйгесіне дәл түстік. Оған 4 ат пен 4 шабандоз қатысады. Басқыш мүлдем жоқ, дәл ежелгі наматтардай. Трибунада жанкүйерлер жиналған. Шабандоздар 2 айналым жасап үлгерді. Қазір 3-ші айналым, кейін мәре сызығы болады. Көрермендердің қалай жанкүйері болып отырғандарын көрейік. Олардың әрқайсының жанына жақын сәйгүлік бар шығар. Бәрін өз көзімізбен көрелік. Бұл сынақ деп аталады. Жарысқа енді шыққан аттардың алдын ала жарыс ұйымдастырып көруі. Мұнда сыйлық жоқ, көрермен толы. Сынақ қорытындысы бойынша қандай сәйгүліктің аламан бәйгеге қатысуға дайын екендігін көруге болады. Аттардың саны азаюда, мәреге бірен-сараны ғана жететіні анық. Аламан бәйге қашықтығының негізгі бөлігін сәйгүліктер 25 шақырымнан аспайтын жылдамдықпен өтулері керек. Тек мәреге жақындаған кезде ғана олар жылдамдықтарын арттырып 48 шақырымға дейінде жеткізулері мүмкін. Қазір шабандоздар жылдамдығының артып келе жатқандығын көріп отырмыз. Аттар осындай қарқынмен 15 шақырымды өткендігін естен шығармау керек. Алға, алға! Жеңімпаз басынан ақ белгілі болады деп ойлаймын. Мына ашық түсті киімдегі бала маған бірден ұнап еді. Оның топ жаратынын білдім. Балалық кезден бастап бізді болашақ батыр етіп тәрбиелейді. Алайда адал, серік, яғни тұлпар таба алған жігіт қана өзін батыр деп атай алады. Ата-бабаларымыз кез келген боз балаға батыр демеген. Мұндай атқа лайық болу үшін жігерлі, қайратты, батыл, отанын қасық қаны қалғанша қорғайтын ер жүрек болу керек. Они символизировали, во-первых, силу. Батырлар өз руының мемлекетінің күшін көрсетеді. Сондықтан мұндай ат кез келгенге бұйыра бермейді. Ол жекпе-жектерде бірнеше рет жеңіске жетіп, қарсылас шақ келтірмесе, оған деген құрмет те арта түседі. Бұл батырдың күші ғана емес, қуатын білдіреді. Өйткені батыр болу үшін мықты әскери басшы, стратег бола білу керек. Ал мұны екінің бірі жасай алмайды. Сондықтан жұрттың құрметіне бөленген батырлар көп болмайды. Бұл бағзы ережелер қазірде бар. Сондықтан біздің кезімізде де жігіттер ата-бабаларымыздың өнерінің қыр-сырын тануға тырысады. Ат құлағында ойнап өздерінің шеберліктерін көрсетеді.
Я несколько раз участвовал. Бірнеше рет мотоцикл жарысына қатысқан болатынмын. Бір ретте жеңіп көрген емеспін. Мұнда бірнеше бәйгеде топ жарған жігіт бар дейді. Оның қолын алайын. Просто пожать ему руку. Тоқтай тұра аласың ба? Сенің атың кім? Айбек. Айбек, мен сенімен қол алысып амандасқым келіп тұр. Сен бәйгені бірнеше мәрте жеңіпсің. Мына жігіттің аты Айбек. Ол өте қарапайым. Қазақстан Республикасының чемпионы. Бірнеше дүркін чемпион. Сен қанша көлік ұттың? 16. 16 автокөлік елестете аласыз ба? Мен оған кедергі жасамай-ақ қояйын. Қазір ол жаттығып жатыр. Көріп отырғандарыңыздай өте қарапайым жігіт. Жеңімпаздар дәл осындай болулары керек. Оның шаңына ілесу мүмкін емес. Его не догнать. Көшпенділердің кез келген ат ойындарының екі мақсаты болған. Бірінші қырынан бұл жас ұрпақты тәрбиелеу, екінші жағынан жігіттерді соғысқа дайындау үшін қажет. Сондықтан әрбір ойын жігіттің бойында жауынгерлік қасиеттерді оятады. Шапшаңдыққа, ептілікке, мергендікке және суыққандылыққа үйретеді. В мифах Древней Греции есть особый Көне образ. Грекия аңыздарында ерекше образ бар. Денесі жылқы, басы адам кентаврлар, бәріне таныс. Гректер оларды өте жауынгер етіп суреттейді. Алайда кентаврлар отырықшы халықтардың қиялының жемісі дегенде болжам бар. Өйткені олар салт атпен жүрмеген. Сондықтан салт атты адамды алғаш рет көрген кезде оны ертегі кейіпкер ретінде қабылдаған. Сол кезден бастап мұндай образ қалыптасқан. Сказочное существо. Әдетте, кентавр садақ пен оқпен суреттеледі. Ал көшпенділер үшін бірнеше ғасыр бұрын садақ пен оқ тек қару емес, спорт жарыстарына қажетті құрал ретінде қарастырылған. Осындай ойындардың бірі жамбы ату. Атқа отырған кезде бастысы қорықпау керек. Өйткені жылқы мұны жақсы түсінеді. Шапқан кезде тізгінді босатамыз. Демек, бәрін атқа тапсыру керек қой. Шапқан кезде денеңізді аяқпен біраз көтерген дұрыс. Атқа екі аяғыңызбен мықтап ұстайсыз. Көтеріліп, тізгінді босатасыз. Тізгінді жібереміз, садақты аламыз. Бірақ ат жылдамдығын арттырып барады. Она сама ускоряется. Өйткені олар бұған үйренген. Сіз тізгінді жіберген кезде ат тезірек шаба бастайды. Так, ну давайте мы, может быть, первый выстрел Бірінші сделаем ретте вот так, былай атсақ қалай. чтобы не очень быстро. Қандай қашықтықтан нысананы діттей бастаған дұрыс. Біз оған жақындай түстік. Жақындаған кезде нысананы көздей бастаңыз. Так, Бірінші оғымыз сәтсіздікке ұшырады. так, ах, ой. О, Жарайды. первый выстрел. Ладно, первый, блин. Нысананы тағы Я көздеймін. вижу вторую мишень. Аттым. Прицеливаюсь. Тигіздім. Сіз көрдіңіз бе? Сенбеймін. Мен нысанаға тигіздім. Жамбатуға қатысатын адамның бойында ерекше қасиеттер болуы керек. Денесі шымыр, жылдам қимылдайтын адам болу керек. Садақтың бауын тарту үшін қолдың күші маңызды, ал шауып бара жатып, ату үшін көз қырағы болу шарт. Және өзін-өзі ұстап сабырлы, байсалды болу да аса қажет машық. Вот. Ну, что касается стрельбы из лука, то кочевые луки, начиная с X века и дальше, постоянно увеличивались в мощности. Садақтан атуға келер болсақ, көшпенділердің садағы 10 ғасырдан бастап әлде қайда мықты бола түсті. Мәселен, мына садақ атпен жекпе-жекке арналған. Оның ерекшелігі ұшу жылдамдығында. Өте тығыз болғандықтан оқты ең тез жылдамдықпен ұшыра алады. Мықты садақшы 1 секундта 3 оқты ұшыра алады дейді. Қазір біз 5 секундта 1 оқ ұшырып жатырмыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл да аз емес, бірақ мықты деген садақшылардың көрсеткішіне жетпейді. Әрине. Секунд примерно вот так вот. Сама манера стрельбы кочевников отличается тем, что кочевники стреляли кольцом. Вот, сейчас я попробую кольцо достать. У меня тут кольца эти есть, вот. Көшпенділердің оқ ату мәнері де ерекше. Садақ қысқа болады. Оны саусақпен тартамыз. Бар күшті саусаққа саламын. Бұл ату ерекшелігі. Көшпенділердің ату мәнері осындай. Оны меңгеру үшін біраз уақыт қажет. Және екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ерекше өнер десек те болады.
Қазақтарда нағыз ерлердің ойыны көкпар саналады. Спорттың бұл түрі арнайы дайындықпен қатар батылдылық пен жігерді талап етеді. Кезінде мұндай ойынның арқасында талай мықты жауынгер дайындалған. Көкпар әскери өмірде аса қажет болатын стратегиялық ойлауға тәрбиелеген. Ойын командалар арасында жүзеге асырылатын. Олардың әрқайсысында команда мүшелерінің рөлдері анықталатын. Біреуі көкпарды алу керек болса, енді бірі оны қарсыластан қорғауы тиіс. Үшіншісі көкпарды діттеген жерге жеткізеді. Бір сөзбен, бұл болашақ жекпе-жекке дайындық болды. Айтарға сөз жоқ, бәрін өздеріңіз көрдіңіздер. Тимур, сіз қаншалықты жиі жаттығасыз? Біздің ата-бабаларымыз көкпарды жас жігітті аңшылыққа үйрету дәстүрі ретінде қабылдаған. Бұл кез келгеннің қолынан келе бермейді. Оның үстіне 60-70 келі көкпарды көтере алу керек. Бұл қасиеттер көшпендіге әрдайым қажет болатын. Сондықтан дала өркениетінің арқасында бірталай ат спорт түрлері пайда болды. Ал қазіргі уақытта оларды арнайы жаттыққан мамандар ғана қайталай алады. Так. Ногу в стреме. Ногу в стреме. Как там? Сонымен аяқты үзеңгіге саламыз. Да, переносим. Салмақты оң жаққа түсіру керек. Мына аяқты мына жерге саламыз. Болды. Ага, Вставляем сюда. да. Так. Нет, Жоқ, жоқ. Арма. Стоп. Аяқты мына жерге салу керек. И вот вот так здесь вот. замок Былай ғой. под колено. Больше под колено. Ага. Вот так. Тізгінің астына жібереміз. Ал мына аяқты біраз бүгуге болады. Енді мына жерге қойсам болады ғой. Держимся вот так. наоборот. Керісінше, мына жерден ұстану керек. Вот отсюда. Ага. Держимся Міне, прям побольше. осы жерден, дұрыстап тұрып И ныряешь. ұстансаңыз болады. Ал кеттік. Замок, не. А само колено у меня уперто, я так не могу, наверное. Не-не-не. Ты прижми вот это. Ага, вот. Немножко, знаешь, как... Сейчас. Мешает колени. Ал мына тіземді қайда қоюым керек? Ол тақалып тұрған сияқты. Подержи, попробуй. А ты... Жоқ, тізеңді сәл жинап отырсаңыз болады. На ноге, да? Выпрямляй ногу. Ага. Қысқасы, тізем кедергі келтіріп отыр. Мына ер тоқымға тақалып тұр. Мен сізді біраз ұстап тұрайын. Ал мына қолды не істеймін? Сейчас помогу. Ага, теперь Көмектесіңіз. Қай жерде? Ұстадым, мен қысылып қалған сияқтымын. стяги, тянись сюда. Ну, у тебя уже... Енді мына жерге тартылыңыз. Дәл осылай. Сіз босатып жібердіңіз. Ты распустил замок и уже... Все. Салтатпен дұрыс жүре алмасаң, тізеңді қайда қоярыңды білмейді екенсің. Кедергі болады да тұрады. Осыған көзім жетті. Молодец, для первого Дегенмен, раза. бірінші рет үшін бәрі жақсы. Стоило того. Так, а есть полегче трюки? Давай сделаем на... Бұл өте қызық болды. Бірақ біраз жеңілірек бір нәрсе жасап көрсем бола ма? Өздеріңіз аңғарғандай шеберлікті шыңдай түсу үшін жылдар бойы тынымсыз жаттығу керек. Көрерменге өте оңай болып көрінетін нәрселерді жасау үшін жігіттер қаншама еңбектенеді. Қазіргі кезде солай, ал ата-бабаларымыз бұған күнделікті үйреншікті нәрсе ретінде қараған. Расында көшпенділер өркениетінің арқасында бізге дейін жеткен нәрселердің бәрі спорт түріне айналды. Солардың бірі аударыспақ. Бұл жерде аударыспақта енді жүректі, білегі мықты, жүректі жігіттер шығады аударыспаққа. Сол үшін бұл жерде белдің атқадан жақсы меңгеру керек. Күрестің де приемы, мысалы қазақша күрестің де приемында мысалы келеді.
Аударыспақ ойыншыларының арқа бұлшық еттері жақсы дамыған болуы тиіс. Өйткені олар ойын барысында салмақ түсетін жерді ауыстырып отырады. Мұндай жағдайда тепе-теңдікті ұстап қалу аса қиын. Дәл осы кезде дене бұлшық еттерінің қаншалықты жаттықтырылатыны маңызды. Белбеуден ұстаған кезде, мысалы, білектің күшімен, ана тақымға тіреген кезде, білектің күші көп маңызды болып тұр, берді рөл ойнайды. Бұл жерде таза жеңіс болған кезде аттан егер белбеуден ұстап, қарсыласты аттың үстінен жұлып алатын болса, таза жеңіс беріледі. Содан кейін тағы да мысалы келе салған кезде, басыла салған кезде, ана қарсыластың аяғынан көтеріп жіберіп, кеудесінен итеріп аттан түсіріп тастаған кезде де таза жеңіс беріледі. Ойыншының аяқтары мықты болуы тиіс. Егер аяқ бұлшық еттері мықты болса, шабандоз атты айқас барысында өзімен бірге алып жүреді. Ақылды тұлпарды күрес кезінде өз иесіне қолдау көрсетеді. Кочевники всегда умели Көшпенділер құлынның бойында нағыз сәйгүлік болатын қасиеттерді бірден байқай білген. Егер құлын өте шапшаң болса, адамға бағынса, асау болмаса, алайда еш нәрседен қорықпаса, ол мықты тұлпар болады деген сөз. Хороший скакун. Көшпенділерге аттың қалай бұйырғанына байланысты аңыз бар. Жел соқса керек, оның дыбысы барша даланы алып кеткен. Жел жерден құм топырақты көтерген, соның арасынан жылқы шығыптымыз. Сондықтан көшпенділер жылқыны желден туған деседі, тіпті ол желден де жүйрік саналады. Мыңжылдықтар өтсе де, жылқы қазіргі кездің де ажырамас бөлігіне айналды. Процесс коневодства сам по себе очень трудоемкий. Всего в мире насчитывается более 250 заводских, то есть культурных пород. Атбегілік қажырлы еңбекті талап етеді. Барлығы жер жүзінде 250-ден астам асыл тұқымды жылқы түрі бар. Бізде мұндай 10-ға жуық жылқы түрі бар. Олар жарыстарға қатыстырылады. Түрлі спорт түрлерінде де көруге болады. Ең кең тарағандары асыл тұқымды салт атпен жүруге арналған. Жарыстарға бізде асыл тұқымды аттар қатысады. Сонымен қатар ақалетке тұқымды және араб аты бар. Жарыс саласы осы аттардың арасында сақталып дамып келеді. Порода лошадей, тоже верховая, и арабская порода лошадей. Это те основные локомотивные породы, на которых держится именно скаковая отрасль. Ұлттық спорт түрлеріне арналған көшпенділер мұрасының денін этнофестивальдерде тамашалауға болады. Мұнда салт атпен қызды қуып бара жатқан боз баланы көруге болады. Қыз қуу, күміс алу мұның бәрі көрерменді өз ерекшелігімен, ұлттық нақышымен еліктіретін ойын түрлері. Күміс алу кезінде салт атты жердегі тиындарды жинауы тиіс. Көшпенділердің мұндай ойындар жайлы бір бағдарламада айтып болуы мүмкін емес. Алайда бұл ойындардың көшпенділер әлемінің өкілдері саналатын түрлі елдерді біріктіріп отыр. Енді моңғол халқы да біз сияқты көшпенді халықтардың бірі. Ол көшпенді бәрібір түркі тектес халық қой. Олардың барлығы енді атқа деген олардың көңілі ерекше. Атты баптағаны, атқа шапқаны, енді ол атты таниды олар. Мысалы, мына атты тумай жатып, мысалы енді бізде өзіміз сол моңғолияның салт дәстүр тіршілігімен біте қайнап өскеннен кейін бе біздің әкеміз де сол моңғолдармен қатты жолдас болған кісі. Сонда ол қаншама километр жерден, 500 километр жерден, 1000 километр жерден аттарын, жорғаларын әкеп, сол бәйге болып жатса соған салатын. Енді о жақтан бір ерекшелік, енді бізде қазір мысалы үлкен-үлкен енді кішігірімде тойлар болады ғой. Мысалы үйлену тойы, 50 жас, 60 бас, 70, 80 бас, 100 жастың ас беру тойларында барлығында ат бәйгесі болады. Қыз қуу болады о жерде. Ол қалай да болуға тиісті міндетті дүние болады. Қандай той болды, о жерде ат жарысы болады, қыз қуу болады, көкпар болады, аударыспақ ойыны болады, жерден теңгілі ойыны болады. Қазіргі кезде ат спорты жарыстары Венгрия, Монғолия, Украина, Өзбекстан, Башқұртстан, Тыва, Дағыстан, Саха, Алтай Республикасы, Қалмақстан мен Бурятия елдерінің өкілдерін біріктіріп отыр. Бұл сәнге еліктеу емес, бұл көшпенділер мәдениетінің ортақтығы. В спорте удача переменчива.
Спортта әрдайым сәттілік бола бермейді. Бүгін жеңімпазсың, ертең жеңілесің. Бәрі өмірдегідей. Алайда бастысы, жаныңда адал досыңның қалғаны емес пе? Ал қазақтар үшін аттан асқан серік жоқ. Біздің ата-бабаларымыз атсыз көшпендіні жетімдей көрген. Ол әлемдегі ең бақытсыз жан саналатын. Және керісінше, қазақтың 3 бақыты бар. Ұлы, құлы және қонаққа келген ақын. Баршаңызға бақыт тілеймін. Әрдайым жолдарыңыз болсын. Сіздермен бірге болған Этноспорт бағдарламасы. Программа «Этноспорт».